Бүгін 1 сентябрь Өзбекстан мемлекетінің егемендік алған күні мерекесі құтты болсын. Және де Өзбекстан мемлекеті биіктерден көріне берсін. Енді біз өзіміз Өзбекстанда туылып өскеннен кейін Өзбекстан мемлекетіне, еліне, халқына, сол жерде тұрған қазақтарымызға бүйрегіміз бұрып тұрады ғой. Сол үшін Өзбекстан мемлекетін біз мақтан тұтамыз. Өзбекстан мемлекетінің бір жақсы жақтарын да айтып кетейін. Себебі Өзбекстан мемлекеті егемендік алған күннен бастап өзінің ана тілін мәртебесін алып, бірден бекітіп, 3 айдың ішінде өткел жерде орыс тілдерін, орыс елді мекен аттарын бәрін жоқ қылып, бәрін өзбекшеге аударып тастады. Ешқандай да Путиннің да басқаның да сөзін тыңдаған жоқ. Сол жағына келгенде біз Каримовті мақтан айтуға болады, мақтан етуге болады. Көрдіңіздер ма? Сондай жақсылығын өзінің ұлтына деген, өзінің еліне деген сүйіспеншіліктің арқасында Өзбекстан мемлекеті осы күндерді өте биіктерден көрініп жүр. Біздер Қазақстанда көп ұлтты елімізде мақтанамыз, ал Өзбекстанда да сондай көп ұлтты елдің бірі. Соларда барлық ұлттар бір-бірімен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Және де ол жақтағы кез келген ұлттың өзі өзбек халқына деген құрметі өте күшті. Кез келген мекемені, әкімдікті немесе бір ұйымды алып қарасаңыз, барлығы ол жерде документация өзбек тілінде жүргізіледі. Және де шекарасын шегендеп алған бірден бір ел. Басқа да мемлекеттермен жақсы қарым-қатынаста. Ол жақта ешқандай да жемқорлық жоқ. Барлықтары президенттің айтқанын бұлжытпай орындайды. Және де өздерінің ән ұранына деген құрметтің барлығы кез келген мекемеге, кез келген оқу орнына барсаңыз, серқияш деген өздерінің ән ұраны шырқалып тұрады. Және де бір айта кететін өте маңызды мәселе, ол өздерінің егемендік күнін олар қызыл әріппен белгілеп, сол күнде демалыс қылып жариялаған. Және де өздерінің егемендік күнін өте зор құрметпен атап өтеді. Біздің ел сияқты жаңа жылдың саясында қалып қоймайды. Сол үшін тағы да бір мәрте Өзбекстан халқын, Өзбекстан мемлекетін бүгінгі егемендік күніменен құттықтаймыз. Биіктерден көріне берсін.